Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлмира. Бүгін сіздермен осындай оңай әрі тез жасалатын пирог жасайтын боламыз. Менің каналымда тағы пайдалы рецепттер бар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер. Бізге керек ингредиенттің барлығын описанияға қалдырып кетемін. Бізде бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Бірінші соған қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз сары май мен шекерімізді. Сосын ұнымызды алдын ала мен ситадан өткізіп алдым. Оған бір шай қасық разрыхлительді салып, жақсылап араластырып, жарты ұнды салып, тағы да араластырып аламыз. Араластырып болған соң, осының үстіне 2 жұмыртқамызды жарамыз. Сосын қалған ұнымызды салып, жұмсақ песочный тесто илейтін боламыз, қолға жабыспайтын. Илеп, қолға жабыспайды. Соны холодильникке жарты сағатқа қалдырамыз, пакетке орап. Алдын ала пешімізді қосып қоямыз. Форманың диаметрі менде 24. Холодильниктен осыны тестамызды алып, қолға жабыспайды, көрініп тұр. Міне осыны қолмен жайып шығатын боламыз. Шет-шеттеріне бортик шығаратын боламыз. Вишняны дәнегінен тазалаймыз. Осындай суын құймайсыздар. Осылай вишнямызды салып, жайғастырып, алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30 минут пісіріп алатын боламыз қызарғанша. Сосын бізде 200 грамм қаймаққа 100 грамм қантымызды қосып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Алдын ала пісіп тұрған пирогымыздың үстіне құйып, холодильникке 3-4 сағатқа қоямыз. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі ерекше болып шығады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепттерді өткізіп алмас үшін.